Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын салат дайындаймыз. Ең бастысы қолжетімді, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Барлық керек ингредиентті описанияға қалдырып кететін боламын. Ең алғаш қайнататын заттарымыз барын қайнатып, үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Осылай тарелкеміз үстіне стаканды қойып, ең алғаш тауық етін қойып шығамыз. Кейін маринадталған қиярымызды әр салған сайын арасына майонез жағуды да ұмытпаймыз. Кейінірек ортасына майонезімізді жақсылап тұрып жағып шығамыз. Және достар, мен видеоларым ұнаса, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына атсалысыңыздар. Кейін үккіштен өткізілген сәбізімізді саламыз. Қайтадан қайталап шығамыз, яғни майонез құямыз осылай. Көп салмай қойсаңыздар да болады, осылай бір салып шықсаңыздар да өте дәмді болып шығады. Кейін үккіштен өткізілген картобымызды саламыз. Келесі этапта, яғни жұмыртқаны сарысын осылай барлық жерге тиетіндей етіп жағып шығатын боласыздар. Мен жаңа жыл қарсаңында дайындадым, өте дәмді болып шықты, және де дастарханның көркін келтіретініне сөзі жоқ. Кейін жұмыртқаның ағын осылай барлық жерге жететіндей етіп жағып шығамыз. Сосын анар болса, осылай анармен әдемілеп сәндеп қойсаңыздар болады. Кейін стақанымызды шығарып аламыз. Өте дәмді әрі қолжетімді ингредиенттерден жасалады достар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.